Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бейнені көру үшін видео астына лайк түймесін басып, біздің каналға жазылуды ұмытпаңыз. Қабірде дүниеге келген сәби. Өмірде сондай оқиғалар болады, оған таң қалмау мүмкін емес. Ертең не боларын ешкім білмейді. Жазда таң атқандай болды. Сұлтанның ұйқысы қашты. Жанына қараса әйелі жоқ екен. Сиыр сауып жатыр деп қиялдады. 5 жасар Азат жүгіріп кіріп жатақ орынға секірді. Сұлтан көзін ашпай, әдейі ұйықтап қалды. «Әке, жұмысқа кешікпе», деп сұлтанды сілкіте бастады. Содан соң сұлтан: «Мен орманнан келген аюмын, мына баланы жеймін», деп баласын еркелетіп қытықтады. Осы арада мөлдірдің кіріп келгенін де байқамай қалды. «Аю палуандары, таңғы ас дайын», деді мөлдір. 2 күннен бері электр сымы ажыратылды. Қараңызшы, біреуді ұрмасын, әсіресе ұлыңызды. Оны артынан аңдып жүруден шаршадым, деді. Жұмыстан келген соң қараймын, бәлкім Сайфы ұстамды да алып келермін. Білесің ғой, айдың аяғы, жұмысым көп, деді сұлтан. Асығыс таңғы асын ішіп, үйге киінуге кірді. Кейін мөлдір ішке кірді. Мөлдір болды, тігуіңді жина да өзіңді күт, деп қарнын нұсқады. Жақсы барып келіңіз, деді ол әдеттегідей жымиып. Мөлдір үйді жинай бастады. Баласы туылғаннан кейін қолынан келмейтінін ойлап, кенет ауланы жинай бастады. Осы кезде ол қажет емес деп ағаштың артындағы сымды 2 қолымен ұстады. Тартқысы келді. Мөлдірдің айқайынан үйдегілер жүгіріп шықты. Қайын-ата кенеттен түсініп, кемпір көршісіне жүгіріп келіп, келінімді тоқ ұрды. Аулада адамдар жиналды. Жедел жәрдем қызметі де жетіп келді. Қанша тырысса да мөлдір өзіне келе алмады. «Әке қолған келгеннің бәрін жасадық. Келініңіз жәннатта болсын». Ессіздің ішінде баласы бар еді. Сұлтан үйге келді. «Балам, енді не істейміз, балам? Гүлді келінімізден айырылып қалдық», деп сұлтанның анасы жылап жіберді. «Жоқ, болуы мүмкін емес. Мөлдір көзіңді аш», деп әйелін сілкіп бастады. Майыт ертең шығарылатын болды. Келесі күні барлығы жиналды. Көңіл айту басталып, бәрі жылай бастады. Әсіресе мөлдірдің анасы қызын есіне алып, қатты жылады. Барлығы марқұмды жуар алдында туыстары келіп, келісімдерін берді. Бірақ сұлтан үнсіз қалды. «Келісемін деп айт, балам», деді анасы сұлтан. Сұлтан жылап жіберді. «Ей, ол өлген жоқ. Оның өлгеніне сене алар емеспін. Өйткені оны тек тоқ ұрды. Ол тірі екенін жүрегім сезеді». Бірақ сұлтанға ешкім түсіндіре алмады. Сұлтан тірі, өлген жоқ деп айтудан әріге бармады. Табытты алып бара жатқанда сұлтан жақын досына пластик құбыр беріп, зиратқа апаруды айтты. Майытты бейітке қойғанда ауа кірсін деп аузын тік ұстап көму керектігін айтты. Оны ешкім көндіре алмады. Ақыры айтқанындай жерледі. Бұл оқиғадан біреулер жынданып, енді біреулер оны аяды. Үйге келгенде анасының суретіне қарап тұрған Азат сұлтанды қатты қысып қалды. Ертеңінде ешкім ояу болмаған соң зиратқа барды. Ол қабір басына барып, трубаны тыңдап отырды. Ол сонда біраз отырды. Сол түні мөлдір сұлтанның түсіне ренжіген кейпімен кірді. «Тірімін, мен неге алып кетпейсің?» деді. Екінші күні таң атқанша зиратқа барып қайтты. Кешке қарай жүрегі айнып, қайтадан көруге барып, жылай бастады. Енді қайтейін деп жатқанда бір дауыс естілді. Бейітке жақындай бергенде әлде бір дыбыстарды естеді де, жүгіріп барып күзетшіге күрек әкеліп қабірді аша бастады. Артынан күзетші жүрді. «Балам, олай кетпе, марқұмның мазасын алып жатырсың ғой», деп қолындағы күректі алмақ болып. «Аға, сіз мені көндіре алмайсыз. Қазір мұны істемесем, өмір бойы өкінемін». Күзетші оны бұл жолдан қайтара алмады. Ол төменнен бір қабір ашты. Мола ішіндегі жағдайды көрген сақшы сөз қайталай бастады. Қабірде әйел мен сәби жатқан. Сұлтан бірден ұялы телефонына хабарласып, барлығын көмекке шақырды. Біреу сенді, біреу сенбеді. Барлығы келді. Жедел жәрдем де келді. Барлығы аң-таң болып қалды. Белгілі болғандай, мөлдір қатты толғақпен есін жиған. Баласын босанып, қайда екенін де ойламастан есінен танып қалды. Мөлдірдің анасы
сенің қызыма деген махаббатыңды алла біледі, бақытты болыңдар деді. Жаназа болып жатқан үй бірден тойханаға айналды.